Бүгін мясной пирог жегім келіп кетіп істейінші дедім. Көрсе енді істейтін заттарың бар ма? Давай көрейік деп холодильникті ашып керек заттарымды алып келдім. Жұмыртқа мен айранды алдым. Санчо тұрдың ба? Панчо тұрдым. Айранды құйып, тұзын салып, жұмыртқасын жарып жатсам. Қатыгез, панчоны жардың. Енді кезек маған келді ма? Я, сендерсіз қамыр иленбейді ғой деп қамыр илеп жатсам, інім келді. Дарындағы қараш, маған 7 майға қыздар осындай подарка берді деп көрсетіп жатыр. Одан қамырымды істеп қойдым да, картошка алып келейін деп картошкаға барсам. Бір өзіміздің тұрғанымызға бір апта болды ғой, сәл қасымызға әкеп қоймайсыңдар ма туысқандарымызды? Ойбой, картошка қалмапты ғой деп тез барып базарға барып картошка алып келдім да, енді соларды ашайын деп жатсам. Бізді мына пияздан бөлек салшы, барлық жеріміз ашып кететін болды ғой. Соны айтам, бұл жүрген жерінде барлығын ашытып жүреді ғой әйтеуір. Ашсаңдар да сассаңдар да бірге тұрасыңдар, сендерге басқа дұрыс жоқ. Салмашы мынаны, салмашы, ашытып жібереді қазір барлық жерімізді. Салады. Бұл болмаса дәм кірмейді ғой деп бұрышты салдым, оның артынан тұзды салып осындай әдемі начинка дайындап қойдым. Кел, 2,5 1 болайық та біз. Қазір өзі-ақ біріктіреді екеумізді. Содан тез қамырды екіге бөлдім да, астыңғы бөлігін жайып, пергамент қағаз төсеп, листке салдым. Одан жаңағы дайындап қойған начинкамды алып келіп салып, үстін басып, жаңағы екінші қамырды жайып, үстіне қойып біріктірдім. Болды ма, кете берейін ба духовкаға? Тұра тұр, қайда асығып жатсың деп өткенде тауықпен ұрыс жүріп алған сап-сары жұмыртқамды әпкеп үстіне жағып, духовкаға салып, жарты сағатқа ұмытып кеттім. Қараңыздар, жарты сағаттан кейін кесем, осындай әдемі болып пісіп қалған ғой. Шынымды айтсам, өмірімде бірінші рет жасап көрдім. Баға беріп кетіңіздер, мына жақта менің қызым мен жаңағы дарыннан келген інім күшті қылып жеп алды.